Ассалаумағалейкум достар, бұл әлем чемпионатына болжам. Біз болжам беруді жалғастырамыз әлем чемпионатына. Бүгінде 3 ойын алып отырмын. Бізде бірінші матч Нидерланды және Швеция арасындағы матч. Өте бір сондай тартысты ойын десек те болады. Бұл жерде Нидерланды ұлттық құрамасы бірінші турда Япониямен ойнаған болатын. Өте бір сондай қиын матч өткізді десек те болады. 2-2 деген есеп тіркелді. Ал Швеция ұлттық құрамасы бірінші турда Тунисті өте сенімді түрде жеңді. Бұл матчтан не күтеміз? Мен бұл матчтан екеуі де гол соғады деген вариантты алып отырмын. Өте жақсы коэффициент беріп тұр екен. 1,65, 1,70 деген коэффициент. Алсаңыздар болады. Екінші матчқа болжамымызды айтамыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сонымен бізде екінші ойын жігіттер Кот д'Ивуар және Германия арасындағы матч. Бұл жерде Германия ұлттық құрамасы бірінші турда Кюрасауды 7-1 деген есеппен ойсырата жеңген болатын. Ал Кот д'Ивуар ұлттық құрамасы Эквадорға қарсы матч өткізіп бірінші турда соңғы минутта 1 гол соғып 1-0 деген есеппен Эквадорды жеңген болатын. Бұл матчтан не күтеміз? Мен бұл матчтан Германия ұлттық құрамасының жеңісін алып отырмын. Өте жақсы коэффициент беріп тұр. 1,5, 1,60 деген коэффициент беріп тұр екен. Сондықтан Германияның таза жеңісі деп ойлаймын. Бұл жерде Германия 2-0, мүмкін 3-0 деген есеппен жеңіске жетуі әбден мүмкін. Ал біз соңғы матчқа болжамымызды айтамыз. Ал сонымен достар, бізде соңғы ойын Тунис және Жапония арасындағы матч. Бұл жерде Тунис ұлттық құрамасы бірінші турдағы ойыннан кейін өздерінің бапкерлерін қуып жіберген болатын. Ал Жапония ұлттық құрамасы бірінші турда Нидерландымен ойнап өте мықты деңгейдегі ойын көрсетті. Жалпы Тунис ұлттық құрамасынан ешқандай сенсация көріп тұрған жоқпын. Сондықтан Жапонияның сенімді жеңісін алып отырмын. Бұл жерде Жапонияның жеке тоталы 1,5 көп, немесе Жапонияның жай ғана жеңісін алсаңыздар болады. Өте жақсы коэффициенттер беріп тұр. 1,60, 1,70 деген коэффициент беріп тұр екен Жапонияның жеңісіне. Ал жеке тотал 1,5 больше деп алсаңыздар да болады. Жалпы бүгінгі матчтарға өз болжамым осылай. Өздеріңіздің болжамдарыңыз болса комментарияға міндетті түрде жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға тек сәттілік.